Мінекей, біз екі қатар тоқып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей. Енді біз қазір мынадай бауын тоқитын боламыз. Мінекей. Біз мына байынан қойған кезде мына бетінен тоқитын боламыз. Ол үшін алдымен біз мынандай моншақтарды өткізуіміз үшін біздің жібімізге мына моншақтарды тізіп аламыз. Бұл өте оңай. Мінекей. Бүйтіп моншақтарыңызды кіргізіп аласыздар. Мінекей. Біз алдын ала осындай өткізіп дайындап алғанбыз. Енді қараңыздар. Мына бірінші тұрған жерінен бастап біздер тоқып бастаймыз. Қараңыздар мынада. Жоғарғы жағынан алып басталған. Жібімізді өткізіп аламыз. Мінекей. Мына бір көз. Екі көз. Үш. Төрт. Және бесінші. Жібімізді тартып, бесінші көзге оралаймыз. Мінекей. Енді бірінші төрт көз теріп аламыз. 1, 2, 3, 4. Және біз оны жұмысымызды бұлай құрып, мына бірінші көзге мына бағана бірінші ілген көзімізге тоқып аламыз. Одан кейін үш көз ілеміз. 1, 2, 3. Жақындатып алайын. Жұмысымызды бұрамыз да. Жаңағы теріп алған 4 воздушный петлямызға біз қазір 5 столбик с накидом тоқимыз. Жартылай бірақта. Мінекей қараңыздар. Мінекей. 1, 2, 3, 4, мінекей 5. Жібімізді өткіземіз барлығынан 6 көзден. Және мына жерде біз бір моншағымызды тоқи кетеміз. Моншағымызды тоқыдық. Енді осы жерден 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Жұмысымызды бұрамыз. Бұлай қарай.
мына кетімізді іліп алып, мына жердегі 3 воздушный петляға дәл солай жартылай 5 столбик с накидын тоқып шығамыз. Мінекей, қараңыздар. 1 2 3 4 неге төртеу болды? 5 жібімізді 6 көзден шығарып аламыз да. Мына жерге біз моншағымызды тоқи кетеміз. Тағы да 3 воздушный петлямызды көтереміз. 1 2 3 жұмысымызды бұрамыз. Осылай қайталана береді. Өзіңізге керекті ұзындыққа дейін тоқып аласыздар. Соңғы рет біреуін көрсетіп жіберейін. Одан кейін өздеріңіз тоқисыздар. 1 2 3 4 5 Енді міне шығарамыз да. Дәл осылай тоқып шығасыздар. Мінекей қараңыздар. Соңғы 5 жаңағы столбик с накидом тоқимыз. Міне 3 воздушный петлямыз теріп аламыз. Накидімізді іліп. Мінекей. Жартылай тоқимыз. Міне 1 2 3 4 5 моншағымызды ұмытпаймыз. Мінекей. Так. Қазір санаймыз міне. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мынамызды. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 болдық. Енді біз мынадай түймелетін ілгішін істейтін боламыз. Мінекей. 4 воздушный петля тереміз. 1 2 3 4 мына жердегі көзге тоқып жүреміз. Мінекей. Енді біз 7 воздушный петля тереміз. 1 2 3 4 5 мына бұрамызда 5 міне 6 7 және мына жердегі көзімізге жалғаймыз. Жұмысымызды бұрамыз. Мінекей 7 воздушныйымызды іліп алдық. Енді біз жұмысымызды бұрамыз. Мінекей осы жерге 7 воздушныйға 10 столбик без накида тоқимыз. Міне 1 2 қасымен жібімді қойып жүрейін. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 және біз мына жерден біреуін былай тоқып жібереміз де. Мына жердегі көзге біз қазір соединительный петля жасаймыз.
кішкене сәл ұзындау ала берейік. Қазір жібімізді жасырған уақытта керек болады. Либо қайшымен кессеңіздер болады, болмаса осылай сразу күйдіріп жіпті үссеңіздер болады. Артық жібімізді алып тастаймыз, мінекей. Біз сандалиеміздің бауын тоқып болдық.